Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай ерекше, өте дәмді болып шығатын хворстар дайындаймыз. Менімен бірге міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен дайындау үшін қамырын дайындап аламыз. Қамырына біз тұз, шым тұз, аз содасын және де ерітілген майымызды салып, сонымен қатар бөлме температурасында тұрған жұмыртқамызды, жылы болу керек міндетті түрде, және де жылы сүтімізді қосып, бір келкі қамыр пайда болғанша илеп аламыз. Кейін илеген қамырымыздың бетін жауып немесе осылай салафанға салып, жарты сағат 20 минутқа қойып қоясыздар. Ол уақыт аралығында біз сиробын дайындап алатын болсақ, сиропты дайындау үшін берілген ингредиенттерді бір-біріне қосып, араластырып, газға, яғни плитаға қайнатуға қойып қоясыздар. Әбден қайнай бастағаннан кейін астын басып, карамельді түске енгенше жақсылап тұрып араластырып отырып қайнатасыздар. Осындай сарғыш түске енуі қажет. Кейін қамырымызды алып, өте жұқа етіп жайып шығасыздар. Жайып алғаннан кейін қамырымызды бір келкі етіп шаршыға бөліп аласыздар. Видеодағыдай шаршыларға бөлесіздер. Сосын әр шаршыны видеодағыдай етіп кесіп шығасыздар. Яғни әр шаршыны осы видеодағыдай кішкентай жолақшыларға бөліп аласыздар. Кейін бөліп алғаннан кейін видеодағыдай екі шетін біріктіре саласыздар да дәл осылай майға қуырып аласыздар. Яғни тура видеодағыдай етіп істеп аласыз. Содан қызып тұрған майда қызарғанша жақсылап тұрып қуырып аласыз. Кейін әбден қызарғанша қуырып алған хворстарыңызды майдан алып, ыстық күйінде жаңағы дайындаған тәтті сиробымызға салып шығасыздар. Яғни салып аласыздар, бір матырып тәтті болып шығу үшін. Кейін суығанша қойып қойсаңыздар болады. Міне осындай өте дәмді, өте керемет хворстарымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер.